Ол кісі кириллицаны қаламаған аға. Өзіңіз білесіз. Еріксіз қолданған. Бұны көп біле бермейді. Еңбектерін қадим жазумен де шығарған, иә? Енді бұл кісі кириллицаны не үшін пайдаланды десек, заң сол кездегі идеология сондай болды. 1876 жылы патша орыс жазуына көшіру бойынша жарлыққа қол қойған. Оның ережесі 1906 жылы қабылданды. Және ағарту министрлігінің о мерах к образованию населяющих Россию народцев деген заңы тағы бар. Бұл құбылысты бүркемей әділ бағалайтын уақыт келді. Енді қазақтарға арналған кириллицаның авторы Ыбырай Алтынсарин дегеннің өзі де әдейі ұйымдастырылған нәрсе. Елмейскийдің сөзі бар. Жаңа идея авторы Алтынсарин болсын. Есесіне орыстар жасап жатыр деген сөз тарамайды дейді. Енді өстіп жүріп, олар дегендерін жетті аға. Саяси маневр жасап алдымен латын графикасын өткізді. Одан кейін орыс жазуын әкелді. Жоғары деңгейде болғаны соншалық, тіпті үлкен мектептер қалыптасты. Мысалы, түркітану бойынша Мәскеу мектебі, Радлов пен жаңағы Петербург мектебі, Казанбегі бар Қазан мектебі деген сияқты. Енді аға, орыс жазуы деген кезде шоқындыру саясат қатар жүреді. 1731 жылы христиан дінін басқа ұлттарға қабылдатуды мақсат еткен Новокрещенская контора деген ашылған екен. Одан кейін переселенческий комитет деген құрылған. Көздегені орыс шаруаларын қазақтармен, татарлармен және тағы басқаларымен мүмкіндігінше көбірек араластыра қоныстандыру. Аралас мектептердің де қаптағаны осы саясаттың құралы. Енді шоқындыру саясатын татарларға қатты жүргізді. Татардың атақты ағартушысы, мектептер ашқан жәдетшіл қозғалысының жаңа қайраткері Исмаил Ғасбаралыны айта кеткен жөн. Ол кісінің Тәржіман деген газеті 1883 жылы Қырымның Бақшасарай қаласында шықты. Бұл газет Абайға да жеткен екен. Одан кейін орыстандыру, шоқындыруды негізге алған сұрқия саясатқа, әміршіл, әкімшіл жүйеге қазақтың оқығандарының да қарсы тұрғанын айта кеткен жөн. Алаш қайраткерлеріне тоқталатын болсақ, олар ең алдымен азаттық үшін, ұлтты сақтап қалу жолында елді ұйыстырушы қуатты құбылыс ретінде тіл мәселесін бірінші орынға қойды. Тағы бір нәрсе көп мән бере бермейді. Мектептердегі соғылатын қоңырау бар ғой, сол шіркеудің элементі. Христиандыққа әкелу үшін олар бәріне барған.